Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен ашытқысыз өте оңай дайындалатын бауырсақ пен шелпектің рецептісімен бөліспекшімін. Ең бастысы қамырының ашуын күтіп отырмайсыз, өте тез дайын болады. Баршаңызға жұма мүбәрәк болсын. Алладан тілеген дұға тілектеріңізді Алла өзі қабыл етсін. Бисмилля деп қамырымызды илеуді бастайық. Бөлме температурасындағы айранымызға соданы салып, жақсылап араластырамыз. Соданы айранға салғанда көпіріп реакция береді. Енді бір жұмыртқамызға қант және тұзды салып, жақсылап қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Анық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстіне жұмыртқалы массамызды салып аламыз. Сонан соң бағана дайындап қойған айранымызды салып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осылай үйленуге жақын қалғанда үстіне кішкене сұйық май қосып, қайтадан қамырымызды жақсылап біріктіреміз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Енді осы қамырымызды мешокқа орап 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Менде қамыр 15 минут көлемінде демалып тұрды. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды 2-3 қайтарып басып жіберіп, сонан соң бөліктерге бөліп аламыз. Мен бөліктерге бөлу үшін таразының көмегімен пайдаландым. 120 граммнан барлығы бірдей болып шығу үшін. Сіздер тараз болмаса көз мөлшерімен бөле берсеңіздер де болады. Барлығын осылай 7 бөлікке бөліп алған соң, қалған қамырымызды осылай суалақтап, 7 шелпегімізді жайып алғанша қоя тұрамыз демалдырып. Сонан соң 7 бөлікке бөліп алған қамырларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек пішіндерге келтіріп суалақтап аламыз. Қамыр бізде жабысқақ болады, сондықтан да ұнның көмегімен жұмыс істеуге кеңес беремін. Бөліктерге бөліп алған қамырымыздың барлығын суалақтап алдық. Енді бірінші суалақтаған қамырымыздан бастап дәл видеода көрсетілгендей етіп жұқа етіп жайып аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға жазылып алыңыз. Бұдан да басқа көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және де жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Мінекей, қамырды дәл осындай жұқалықта жайып алдым. Енді қалған қамырларымыздың да барлығын дәл осылай жайып аламыз. Жет шелпегіміздің барлығын осылайша жайып дайындап аламыз. Жая сала пісіруге кеңес бермеймін. 5-10 минуттай демалдырып пісірсеңіздер өте әдем болып шығады. Мен осындай арнайы жет шелпектің қамырына арналған майлықтарды пайдаланып 5 минуттай демалдырып қойдым. Егер асығыс болып жатсаңыздар, пісіре берсеңіздер де болады, өте әдем болып шығады. Мінекей, 7 шелпектің барлығын арнайы майлыққа орналастырып алдым. Енді 5-10 минутқа демалдырып қоямын. Оған дейін қалған қамырдан кішкентай домалақ бауырсақтар жасайтын боламыз. Біздің бағана қалған қамырымыз әдем болып демалып тұр. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді арнайы осындай домалақ қамыр кесетінді пайдаландым. Мен егер жоқ болып жатса, стаканмен кессеңіздер де болады. Мінекей, барлығын кесіп алдық. Қамырымыз дәл видеода көрсетілгендей қалыңдықта болу керек. Сонан соң кесіп алған қамырымызды, шелпектерімізді пісіріп алғанша бетін жауып демалдырып қоямыз. Біздің майымыз орташа отта қызып тұр. Енді шелпектерімізді салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп пісіріп аламыз. Шелпектің асты толық пісу үшін дәл видеода көрсетілгендей вилканың көмегімен айналдырып отырып, астына ауа кіргізіп отырып пісіреміз.
Мінекей шелпегіміздің бірінші беті сарғайып пісті. Енді екінші бетін де дәл солай пісіріп аламыз. Мінекей бірінші шелпегіміз көріп тұрғандарыңыздай сап-сары әдем болып пісті. Енді қалған шелпектеріміздің де барлығын дәл осы әдіспен пісіріп аламыз. Шелпектеріміздің барлығын пісіріп алдық. Енді бағанағы дайындап алған домалақ бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Бауырсақтарымызды да дәл осылайша бірінші беті сарғайып піскен соң екінші бетіне аударып, екі жағын да сарғайтып пісіріп аламыз. Майдың астын өте қатты отқа қойып жібермейміз, орташа отқа қойып пісіреміз. Сонда іші толықтай пісіп, әдем болып шығады. Мінекей осымен біздің бауырсақ шелпектеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары әдем болып пісіп шықты және жұп-жұмсақ болып шығады. Егер де асыққанда бауырсақ жегіңіз келсе, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығады. Егер сіздерге шелпектің кішкене қалыңдау болғанын қаласаңыздар, кішкене қалыңдау етіп жайсаңыздар, қалыңдау болып шығады. Мен осылай жұқа болғанын қаладым. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыз, менің осындай керемет болып шығатын рецепттерімді салғанда бірінші болып сіздерге көрініп отыратын болады.